Сәлем, 3-ші сынып оқушылары, сіздермен мен бүгін сабағымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. 3-ші модульдің 36-37 беттегі тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Ендеше 36 бетті ашамыз. Тақырып Times of my day, яғни менің күнімдегі уақыттар деп аталады. 4-ші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде тыңдалым, listen, point and repeat деп тұр. Яғни тыңдаймыз, белгілейміз және қайталаймыз. Мен барлық жаңа сөздерді айтып шығамын, менімен бірге қайталап отырамыз. Бірінші суретте 8 o'clock, яғни сағат 8. Екінші сурет breakfast, таңғы ас. Lunch, түскі ас. Dinner, кешкі ас. Get up, ұйқыдан тұру. Have a shower, душ қабылдау. Brush my teeth, тісімді тазалау. Do my homework, үй жұмысын орындау. Бұл жерде тек қана тыңдап қайталаймыз. Олай болса, келесі тапсырмаға қараймыз. 5-ші тапсырма exercise 5. Rearrange the letters and complete the sentences. Then match. Бұл жерде адасқан әріптер мен сөздер берілген, яғни әріптер адасқан. Жаңа сөзге байланысты біз сол адасқан әріпті дұрыстап жазып, кейін оны мына суреттегі сағаттармен сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші сөйлемдерді дұрыс жазып аламыз. Мен мұнда жазып кеттім. Бірінші сөйлем I get up at 7 o'clock. Бірінші сөйлем мен сағат 7-де ұйқымнан тұрамын. Екінші сөйлем I have breakfast at 8 o'clock. 8-де таңғы асымды қабылдаймын. Үшінші I have lunch at 1 o'clock. Түскі асымды 1-де ішемін. Төртінші I do my homework at 5 o'clock. Сағат 5-те үй жұмысын орындаймын. Бесінші I have dinner at 6 o'clock. Сағат 6-да кешкі асымды ішемін. Сөздерді дұрыс жазып аламыз және үстіндегі A, B, C, D, E деп тұрған сағаттармен сәйкестендіреміз. Біріншісінде сағат 7-де ұйқыдан тұрады, ол бізде B болады, я. Екінші, таңғы асымыз 8-де ішеміз, ол D. Келесі үшінші, сағат 1-де түскі асымызды ішеміз, ол бізде A. Төртінші, үй жұмысын орындаймыз сағат 5-де, ол бізде E. Және бесінші, кешкі асымызды ішеміз сағат 6-да, ол бізде C әріпімен белгіленіп тұр, солай сәйкестендіріп қоямыз. Енді келесі бетке қараймыз, балалар. Келесі 37-ші бетте бізде балдар study spot деп тұр. Study spot дегеніміз ол ереже. Яғни ережемен таныс болуымыз керек. Get gets, go goes, watch watches, fly flies, fish fishes. Барлық бұл сөйлемдер балалар етістіктер, яғни іс қимыл әрекетті білдіреді. Барлығының артына s жағап кеткен, я? Бізде ағылшын тілінде бірінші, екінші жақ емес, үшінші жақ. Бірінші жақ дегеніміз ол мен, я? Мен, I, екінші жақ сен, you, және үшінші жақ she, he, it, ол дегенді білдіреді. Яғни тек қана she, he, it, яғни орыс тілінде айтамыз он, ана, ано деп осы үшінші жақтағы ол деген сөзге біз етістіктің артына тек қана үшінші жақта s жалғаймыз. Міне, мысал берген, she gets up at 7 in the morning. Ол таңғы 7-де ұйқысынан тұрады. Яғни, тек қана үшінші жақта he, she, it есімдіктерінде ғана етістіктің артына s жалғаймыз. Мұны етістіктердің артына s жағап қойған бұл ереже, балдар, бұны жаттап алуымыз қажет. Ал сұрақ қойған кезде does деген көмекші етістікті алдына шығарамыз. Does she get up at 8? Ол сағат 8-де тұра ма ұйқысынан? Жоқ. No, she doesn't деп жауап береміз. Балалар, бұл ережені бізге келесі тапсырмаларды орындау үшін, яғни оңай болу үшін түсіндіріп беріп кеткен. Енді осы ережені қолданып отырып, біз астындағы тапсырмаларды орындаймыз. 6-ші тапсырмада exercise 6. Choose, then talk with your friend. Яғни мына жерде 4 мезгілді беріп қойған. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Таңғы уақыт, түскі уақыт, кешкі уақыт және түнде кез келгенін таңдап досыңмен бірге диалог құру керексің, яғни сұрақ жауапты жазу керексің. Мен мына жерге астына жазып кеттім, я.
осы жердегі сөздерді қолданып отырып сұрақты қойып астына жауабымен диалогты жазып кеттім досыммен. Мысалға бір мысал беріп қойыпты. In the morning I have breakfast and I go to school. Азанда мен таңғы асымды ішемін және мектепке барамын. Келесі дос айтады. Me too. Мен де солай істеймін. In the afternoon I have lunch and I do my homework. Ал обедте түсте мен түскі асымды ішіп үй жұмысын орындаймын. Досым мен де деп жауап береді. Міне осылай мына жерге жазылған сөйлемдерді диалогтарда жазамыз балалар. Келесі тапсырма complete, яғни сөйлемдер жақшаны ашып, сөйлемдерді жазып шығу керекпіз. Бұл жерге де мен дұрыс жауабын жазып кеттім. Яғни төбедегі ережеге қарап отырып, егер үшінші жақта болса, етістіктің артына s жағап кеттім. Ал бірінші екінші жақта болса, онда етістіктің өзін жазым. Бірінші сөйлем I get up at 7 o'clock every day. Мен күнде сағат 7-де ұйқымнан тұрамын. Екінші, Нұржан brushes his teeth in the morning. Нұржан азанда тісін жуады. Үшінші, сұрақ болған. Does she play the guitar? Ол гитара тарта ала ма? Төртінші, my sister does her homework in the afternoon. Менің әпкем үй жұмысын түсте орындайды. Бесінші, аяулым doesn't watch TV at night. Аяулым түнде теледидар көрмейді. Алтыншы, do you walk to school? Мектепке барасың ба? Міне осылай жазып шығамыз. Және соңғы тапсырмамыз exercise 8, 8-ші тапсырма. What time? Яғни сағат қаншада деген сұраққа жауап беру керекпіз. Listen and match. Бұл жері тыңдалып екен. Мен өзім астына сұрақтарға Фая, яғни мына қызы қай уақытта тұрады, қай уақытта мектепке барады, сол туралы жазып кеттім. Мысалға, және сағаттармен сәйкестендіру керекпіз. Faya gets up at 7 o'clock. Фая ұйқысынан сағат 7-те тұрады. She goes to school at. Ол мектепке қай уақытта барады? At 8 o'clock. Яғни D суреті. She does her homework at. Ол үй жұмысын сағат нешеде орындайды? At 4 o'clock. Сағат 4-те. A. She goes to bed at. Яғни төсегіне қай уақытта барады? She goes to bed at 9 o'clock. B суреті. Яғни сағат 9-да барады. Міне балалар, осылай барлық тапсырмаларды оңай әрі тез орындап шықтық. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесіде бұдан да оңай әрі қызықты етіп үй тапсырмаларын орындайтын боламыз.